Бүгінгі өренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Рет, бедел, екі дүркін олимпиада чемпионы, мерген, епті, бейім. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Порядок, репутация, двухкратный олимпийский чемпион, стрелок, ловкий, склонность. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Аңға шығудан кейін әңгімелесу. Отто Бисмарк өтірік соғыста аңға шығудан кейін және сайлауға дейін ешқашан соншама айтылған жоқ деп айтты. Василий Перовтың суретіне қарап жатырмын. Аңшылар аңға шығудан кейін демалыс орында отыр. Олардың заттары жерде ретсіз тасталып жатыр. Онда бірнеше ұсталған құс, мылтық және жерге кішкентай жайылған дастархан бар. Аңшылар қобалжып кеткен күйде әңгімелесіп жатыр. Білесіңдер ме, достарым, ақырғы рет аңға шыққанымда бір мылтық атқанымнан 2 құс алдым, деді бір аңшы. Бәсе, сен епті мергенсің ғой, деп айтты оның оң жағынан отырған аңшы. Жоқ, менің ешқандай мылтықтан атуға бейімім жоқ. Бірінші рет мылтық аттым. Мә саған, мұны біреуге айтсаң, сенің аңшы ретінде беделің жоғарыға ұшып кетеді. Онда ешқандай ғажап жоқ, деп айтты жерге жатқан аңшы. Мен атылыс жарысынан 2 дүркін чемпион болдым. Қаласаңдар, бір оқпен 3 құс атып ұстаймын. Олардың әңгімелесу түнге дейін жалғастырды. Сосын олар жерге тастаған заттарын жинап, үйге барып кетті. Разговор после охоты. Отто фон Бисмарк сказал: никогда так много не врут, как на войне, после охоты и перед выборами. Я смотрю на картину Василия Перова. Охотники сидят на месте привала после охоты. Их вещи беспорядочно брошены на земле. Там несколько подстреленных птиц, ружье и маленькая скатерть, расстеленная на земле. Охотники разговаривают в возбужденном состоянии. Знаете ли, друзья, в прошлый раз, когда я ходил на охоту, с одного моего выстрела я подстрелил 2 птиц, сказал один охотник. Ну да, ты, оказывается, меткий стрелок, сказал охотник, сидевший справа от него. Нет, у меня нет никакой склонности стрелять из ружья. Я выстрелил в первый раз. Ого! Если ты это кому-нибудь расскажешь, твой авторитет как охотника взлетит до небес. В этом нет ничего удивительного, сказал охотник, лежащий на земле. Я 2-кратный чемпион по стрельбе. Если хотите, одним выстрелом добуду 3 птиц. Они продолжали разговор до ночи. Потом они собрали брошенные на земле вещи и ушли домой.